Сәлем достым, қазір мен сізге кез келген публикацияны өз сторисіңізге креативті түрде қалай салуға болатынын көрсетейін. Мысалы, мына публикацияны сіз бөліскіңіз келіп тұр өзіңіздің сторисіңізде. Оны самолетик басып, добавить публикацию в вашу историю деген басамыз. Мінекей публикация шықты. Бұны біз қалай ерекшелейміз? Бұны біз жаңа пост деп жазуымызға болады. Пипеткамен тұстаңдаңыз. Бұлай істеп. Осы істеп қойыңызға болады. Әдемі болғанша. Енді сосын біз наклейкаға барып жазайық палец деп. Мінекей палец шықты. Кез келген палец қайсы ұнайды. Мысалы, мынаны алайық мұнда. Осылай істеуімізге болады. Бұл бір вариант. Екінші вариант мына артындағы фонды өзгерту керек. Артына бір әдемі өзімізге ұнайтын бір фон таңдайық. Так, осы фон таңдадық. Мына сіздің публикацияңыз былай болсын, мына фон былай. Бүйтіп шетіне қарай екеуін жалғастырып, сосын бас жібересіз шетінен бір бастық. Сол кезде мынау бері қарай шықты мына публикацияңыз. Осылай жазып, лайк басып қолдаңыз. Қолдап жіберіңіз. Деп жазсаңыз, шрифт таңдап. Мінекейміз. Мына жерге лайк деп басайық. Осыны аласыз. Көрсетіп қойыңызға болады. Өзіңізге ұнаған публикацияны осылай әсемдеуге болады сторисіңізде, немесе осылай басқа біреудің публикациясымен бөлісуіңізге болады. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.